Асқабақтың еті де, шимекісі де дәрумендерге бай. Асқабақта сәбізге қарағанда каротиндер 4-5 есе артық. Каротин ағзада А дәруменіне айналады. Бұл дәрумен көруге өте пайдалы екенін білеміз. Сондай-ақ асқабақта С, Е, К дәрумендері мен В тобының барлық дәрумендері бар. Асқабақ шимекісінде микроэлементтер көп, ал мырыш мөлшері бойынша ол алғашқы үштікке кіреді. Калориясы төмен болғандықтан асқазан диеталық өнімге жатады. 100 грамм етінде 22 кал бар. Мұндай пайдалы көкөніс күз мезгілінің маусымдық өнімі екенін білеміз. Ендеше құрамы дәруменге толы, әрі бағалы, қолжетімді асқабақтан дайындауға болатын 3 тағам рецебін ұсынатын боламын. Қаймақ тұздығына пісетін асқабақ. Қажетті азық-түліктер: 500 грамм тазартылған асқабақ, 180 грамм қаймақ, 20 мл су, 2 ас қасық өсімдік майы, 3 сарымсақ, ас көк, 0,5 шай қасық паприки, қара бұрыш пен тұз қажет. Дайындалу жолы: алдымен тұздық дайындаймыз. Ол үшін қаймаққа ұсақтап туралған ас көк пен сарымсақты салып араластырамыз. Одан соң оған қара бұрыш пен паприканы саламыз. Асқабақты шимекісінен тазартып қабығын ашимыз. Содан соң оны жеуге ыңғайлы болатын шағын бөліктерге бөлеміз. Асқабақты қатты ұсақтаудың қажеті жоқ, әйтпесе ол езіліп кетеді. Табаға май құйып, асқабақты қатты отта 5 минуттай қызғанша қуырамыз. Содан соң оған тұздықты қосып 2-3 минуттай аз отта бұқтырамыз. Одан кейін су қосып тұздап, қақпағын жауып, асқабақ дайын болғанша тағы да 5 минут бұқтырамыз. Хош иісті және дәмді асқабақ дайын. Екінші асқабақ десерті. Қажетті азық-түліктер: 300 грамм асқабақ, 1 ас қасық қант, жарты лимон және даршын. Дайындалу жолы: тазартылған асқабақты орташа бөліктерге бөлеміз. Асқабақ бөліктерін керамикалық ыдысқа салып, аздап қант қосып араластырамыз. Ыдыстың бетін тарелкамен жауып, микротолқынды пешке 3 минут салып шығамыз. Абайлап тарелканы алып, асқабақтың үстіне аздап үкіштен өткізілген лимон қабығын, лимон суын және даршын себеміз. Оның бетін тарелкамен жауып, қайтадан микротолқынды пешке біршама минутқа саламыз. Асқабақты әдемі ыдысқа ауыстырып, бетіне бал құямыз. Десерт дайын. Асқабақ крем сорпасы. Қажетті азық-түліктер: 400 грамм тазартылған асқабақ, 1 пияз, 200 мл сүт, 20 грамм кілегей майы, ас көк, тұз бен дәмдеуіштер, қаймақ, қытырлақ нан. Дайындалу жолы: пиязды ұсақтап, ал асқабақты 4 бұрышты етіп тураймыз. Табаға майды салып, алдымен пиязды, содан соң асқабақты қосып қуырамыз. Оған тұз, қара бұрыш және басқа да дәмдеуіштерді салып, аздап су құйып 20 минут бұқтырамыз. Дайын асқабақты блендермен араластырамыз. Оған сүтті құйып, тағы да араластырамыз. Оны кастрөлге құйып, сәл қыздырамыз, бірақ қайнатпаймыз. Сорпаны тарелкаға құйып, бетіне қаймақ пен қытырлақ нан бөліктерін салып ұсынамыз. Назарларыңызға рахмет, пайдаларыңызға жарасын. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.